11 сынып оқушыларын алаңдатып отырған ең өзекті мәселе алда келе жатқан ұлттық бірыңғай тестілеу. Барлық мектеп оқушысы сабақ уақытысында және мектептен тыста кітаптан бас алмай сынаққа дайындық үстінде. Кейбір оқушылар тіптен қосымша курстарға баруда. Осындай тестілеуге дайындайтын кешендердің бірі Достық білім беру орталығы. Орталық бүгінде ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңа форматы бойынша дайын материалдармен 10-11 сыныптарын оқытуда. Назерке Нұрсейітова биыл 11 жыл бойы оқыған білімін ұлттық бірыңғай тестілеуде дәлелдейтін болады. Болашақта мұғалім болуды арман еткен оқушы Тараз Достық білім беру орталығының сапалы білім беру базасын құрбыларынан естіп, өзі де осында қосымша курстарға жазылды. Өзім қатты көтерілдім деп айта аламын, өйткені бұл жақтағы жүйелі де тыңғылықты дайындықтың арқасында және де материалдардың арқасында, материалдар ғана емес, барлық нәрсе мұғалімге де байланысты және де мұғалімдердің де біліктілігінің арқасында мен қазір 140 балдың 120 балына дейін жете алдым деп айта аламын. Орталықта білікті 46 мұғалім жұмыс істейді. Олар 10-11 сыныптарды тестілеуде жоғары көрсеткішке қол жеткізу бағытында жұмыс істейді. Сонымен қатар 5-6 сынып оқушыларын Назарбаев зияткерлік мектептеріне, Қазақ-түрік лицейіне түсуге дайындық жүргізіледі. Ал 7-8-9 сынып оқушыларына мектепке көмек барысында қосымша сабақтар мен 9 сыныптарды орта арнаулы оқу орнына дайындау курстарына қабылдайды. Өткен оқу жылдың қорытындысында орталықта білім алған 285 оқушы ұлттық бірыңғай тестілеуде жақсы ұпай жинап, мемлекеттік грантты жеңіп алған. 180 оқушы үздіктердің үздігі оқитын Дарын Қазақ-түрік лицейіне және Назарбаев зияткерлік мектептеріне оқуға түскен. Бізде шетелге оқушылар жаңағы Қытайға, Россияға және Түркияға түскен оқушыларымыз бар. Ал жетістіктер оқушылардың қазір бізде бітірген оқушылар осы достық білім беру орталықтарында өте шебер мамандар ретінде жұмыс істеп жатыр және Сүлейман Демирел университетінде де мұғалім болып жұмыстар жасап жатыр. Білім беру орталығында оқушылар күніне 3-4 сабақ өтеді. Олар мұнда тек қана терең білім алып қана қоймай, бір уақыт логикалық демалуына да ден қойылған. Сонымен қатар оқушылардың алдағы сынақтардан сүрінбей өту үшін түрлі психологиялық тренингтер өткізіліп тұрады екен. Негізінен сабақ аптасына 4 күн 4 сағаттан болады. Қазір шәкірттердің кезекті демалысына орай орталықта Винтеркам бағдарламасы жүргізілуде. Яғни оқушылар 8 сағат ішінде осында сабақ оқиды, бір уақыт демалады. Тіптен түскі үзілісте бірге отырып тамақтанады. Айта кетсек, білім беру кешенінде жыл сайын оқу базасы жаңартылып, жаңа форматта кітаптар шығарылады. Оқу құралы әр қатысушыға таратылады. Өзім келген кезімде 40 балдан бастаған болатын, қазір соңғы кездері 95 балға дейін көтердім. Бұл мен үшін үлкен жетістік. Қазақстандағы үздік білім беру орталығы 13 қалада бар. Таразда ашылғанына 11 жыл болған мекеме жыл сайын облыстың барлық мектептерінің 10 сынып оқушылары арасында білім олимпиадасын өткізіп тұрады. Онда жоғары көрсеткішке ие болған 100 адам орталыққа тегін оқуға немесе пайыздық жеңілдіктің иесі болуға мүмкіндіктері бар. Мархабат Купосынова, Руслан Бегалы, жаңалықтар қызметі.